Қайырлы күн, номер 1 мектеп гимназиясының ұстаздары, оқушылары, ата-аналары. Бастауыш сынып кафедрасының айлық аясында 4 сыныптар арасында ұлы ағартушы, педагог, дала жұлдызы атанған Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына орай ата-ана мен бала бірлескен поэзия өшпес мұра атты байқау өткізіледі. Байқаудың мақсаты оқушылардың рухани дүниетанымын, мәнерлеп оқу дағдысын, өлеңге деген қызығушылығын, кітап оқуда ата-анамен бірлескен жұмысын қалыптастыру. Сайысымыздың әділ бағасын берер әділ қазыларымызбен таныстырып өтейін. Қалабаева Сая Ермекбаевна, директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары. Бердібаева Ғазиза Бисалықызы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің бірлестік жетекшісі, педагог, зерттеуші. Төлепбергенова Алтын Альтайқызы, бастауыш сынып бірлестік жетекшісі, педагог, зерттеуші. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылып, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып. Ыбырай Алтынсарин. Оқырмандарға сәттілік тілейміз. Ыбырай Алтынсарин ананың сүйі. Кім сендерді балалар сүйіп тұғын, қуанышына қуанып қайғына күйе тұғын. Дөнексің бүткілік, бұқтақпай, шешенбай, қостамысыз жүйе. Кім сендерді балалар тербететін, еркелетіп ойнатып сергітетін. Жаман болсаң, балалар жалқау болсаң, қамқор ана көшасын көргеді. Кім сендерді сағына шетке кетсен, қаламыз деп тез қайтпай көпке кетсен. Ұмытпа, ең кемінде жұлдыз сайын хат жазып көрді десіп көпке жетсін. Кім сендерді сағына келгенінше, қылыңдарын көзіңнен көргенінше. Сендер қайтып келгенде адам болып, еш арманым болмас дер өлеңдетші. Тақырыбы өнер білім бар жұрттар. Авторы Ыбырай Алтынсарин. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшыл алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыдан сусын ішірді, теңізде жүзді балықты, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенде танықтай, бізде бекер жатпалық осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай, желкілдеп шыққан көк шөпте. Өспірім достарым, қатарын кеттау алысқай, ұмтылыңыз қалыспай, біз надан боп өсірдік, иектегі сақалды. Өнер жігіт көркідеп ескермедік мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық деп қазақ даласына алғаш рет қоңырау соққан ұстаз, ғұлама, этнограф Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл. Ғалымның хаты, жақсының аты өлмеді деп дана халқымыз айтқандай, әдебиетімізден ойып тұрып орын алған Ыбырай Алтынсариннің өлеңін 4-ші Г сынып оқушысы Оғызот Қайсар мен анасы мен Кадырова Айнаш сіздерге жолдаймыз. Армысыздар ағайын, Ыбырай Алтынсарин өсиет өлеңдерін. Жаратты неше алуан жоқ бір құдайым, тең етті бәрімізге күн мен айын. Адамнан адам біткен баласымыз, қайсың бөлек тұрын деп айырайын. Бәріміз бір адамның баласымыз, жігіттер бір-біріне қарасыңыз. Өмір деген 5 күндік кетер өтіп, атаң барған орынға барасыңыз. Пайғамбар бұрын уақытта Дәуіт өткен, патша болып бұл дүниеге даңқы кеткен. 30 ұлым бар ғой деп көптік ойлап,
Құдайым, 30-ында әлек еткем. Жылаған Дәуіт патша туба қылып, өзінің пенде екенін сонда біліп, мұнан соң тақ үстімен туды дейді, 30 жылға бір өзін жорақ қылып. Ескендір патша болып дүниен алған, қалмаған бұл жалғанда ешбір арман. Жалғыз-ақ өлмес кайла табамын деп, ізденіп мәңгі суын соған барған. Мәңгіден су ішкенге өлім болмас. Ескендір мұны сұрап білгені рас. Суап келіп жіберді уәзірлерді, уәзірі қасындағы Қызыр Ильяс. Екеуі барды суға, судан ішті, бір кесе патша үшін және алысты. Енді қайтып жүрелік деп тұрғанда, бір адамға сол жерде көздері түсті. Сұрастым, мұнда отырған неткен жансыз, қарасақ келбетіңе мұсылмансыз. Сонда ол кісі өз жайын баян етті, мен дағы бір патша едім еш күмәнсіз. Өлмеске мен де осындай талап еттім, бір күні осы суға келіп жеттім. Әрбір іс уақытында қызық екен, ақыры өз басыма азап еттім. Мен номер 1 мектеп гимназиясының 4 А сынып оқушысы Дүйсенова Іңкәр. Мен анасы Бибосынова Қорлан. Ыбырай Алтынсарин. Кел балалар оқылық. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз аулалап, оқымаған жүреді қараңғыда қармалап. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар, тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар.